Мен Нұрқанатқызы Ардақ, Алматы қаласындағы нөмірі 159-шы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Біз бүгін бірінші сынып оқушыларымен Орталық Азия климат тақырыбындағы карталар жинағын әліппе сабағымен кіріктіріп өткіздік. Бұндай карталар сабақта балалардың ойын жеткізуіне, сөздік қорын дамытуға өте пайдалы екенін байқадық. Себебі қазір экологиялық дағдарыс, экология қауіп-қатер төніп тұрған кезде балаларды табиғатты қорғауға, айналасына сүйіспеншілікпен қарауға, жан-жануарларды аяушылықпен қарап, оларды көмектесуге үйретуіміз керек. Балалар осы кезден бастап климат дегеніміз не, және оның төнген қауіпті қалай тоқтатуға болады, оған да өзі кішкентай болса да қол ұшын созуға болатынын түсінді. Сондықтан келесі кезекте біз осы карталарды жиі қолданамыз деп ойлаймын. Және өзімнің практикамда қолданамын. Мен сендерге бүгін мынандай бір керемет жаңа карточкалар дайындап қойдым. Осы әрбір карточканы қазір келесіңіздер, кезек-кезек таңдап өзіңізге ұнаған аласыздар. Мүмкін жұппен отырып бір карточкамен қарап, сөйлем құрастырып, сол арқылы осы берілген суретте не айтқысы келіп тұрғаны автордың, сол туралы сендер бізге қазір әңгімелеп берсеңдер өте жақсы болады. Суретке қараймыз, ойланамыз, сон әркім өзінің ойын айтады. Ал, бізде алан дайын екен. Кітапқа жануар қағазы. Кіріп жатыр. Ал неге кіріп жатыр деп ойлайсың? Қызыл кітап дегеніміз ол қауіп деген сөз, я? Қызыл не дұрыс айтады? Өте жақсы айтады. Қара, қызыл кітаптың ішіне кіріп жатыр дейді. Сендер білесіңдер, қызыл түс бұл қауіп, я? Мысалы, светофордың бағдаршамға біз қызыл түсі жанған кезде не істейміз? Тоқтаймыз. Сол сияқты қызыл кітапты көрген кезде оның ішіндегі жануарларға біз не істеуіміз керек? Көмектесіп, қорғауымыз керек. Және оларды не істеуге болмайды? Өлтіруге, атуға, оларды аулауға, өсімдіктерді жылуға болмайды. Яғни бұл автор балалар, жануарларды қорғаңдар, жануарларға тиіспеңдер, жақсы көріңдер деп айтып жатыр екен. Өте жақсы Алан. Келесі кім айтады? Алан өте жақсы айтты. Ал Дина айтам дейді. Айтамыз. Дина айта ғой. Өйткені ағаш, не істейді ағаш? Ауаны Тазаймыз, ауаны өзіңге жатады, бізге таза ауа береді. Өте дұрыс айтасың. Және ағаштан біз тұрмысқа қажетті заттар жасаймыз. Біздің мына кітабымыз, дәптеріміз бәрі неден жасалады? Ағаштан жасалады. Мынандай мақал естіпсіңдер, Дина өте тамаша айтты. Қараңдаршы, мұнда адамдар келіп ағаштарды кесіп жатыр. Ал Дина айтады, ағаштарды кесуге болмайды. Себебі ағаш бізге лас ауаны сіңіріп дейді, бізге таза ауа береді дейді. Сондықтан бізде айтады, бір ағашты кессең, неше ағаш отырғыз дейді? 10 ағаш отырғыз дейді. Түсінікті ма? Аха. Келесі кім айтқысы келеді? Дана айтам дейді. Ал Дана айтады. Жақта күшті табиғат. Неге ол жақта күшті әдемі табиғат, екінші жартысында нашар? Адамдар не істеді? Тастап, ауаны ластады. Ал екінші бөліктегі адамдар керісінше табиғатты қайтты? Жинады, күтті. Сондықтан көрсет карточкаңды. Көрсете ғой. Сондықтан әдемі, таза, сұлу табиғат. Е? Сондықтан сен қайсысын таңдайсың?
Біріншісін таңдаймыз, өте тамаша. Келесі кім дайын? Кім айтқысы келеді? Мұнда көмектес деп тұр, ал айта ғой. Көктесінде. Кім айтып жатыр көмектес деп? Нафи. Ол не? Жер. Жер, дұрыс айтасың. Жер неге көмек сұрап жатыр? Мусор пакеттерге шашамаңыз. Мені қайымына қаршы, мынау ненің суреті? Ол не? Жүрек. Жүрек. Ол жүрек деген нені білдіреді? Мені қайтыңдер дейді. Енді жүректі көрсетсе, жүрек деген оны нені білдіреді? Мені жақсы Көреді. көріңдер дейді. Жер айтады, мені жақсы көріңдер. Мені жақсы көріңдер мені. Мені күтіңдер. Сонда мен сендерге көп жақсылық беремін дейді. Өте жақсы. Жалпы бізге бастауыш сынып оқушыларына бүгінгі Азия климат тақырыбындағы карталар жинағы өте пайдалы екеніне көзіміз жетті. Сондықтан бұндай карточкаларды сабақта жиі қолданып отырсақ, біз алдағы уақытта болатын дүниелерді тоқтатуымыз мүмкін. Сондықтан осындай карталарды жиі қолданып және балалардың өздеріне де суреттер салдырту арқылы экологиялық мәдениет, экологиялық тәрбиені бойларына сіңірсек, біз келер ұрпаққа бай, таза табиғатты қалдыра аламыз.